Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa tuqan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін ақида дәрісін жалғастырамыз. Өткен сабақтағы тақырыбымыз жауазу ру'ятиллах, Аллахтың дидарын көрудің жайыз, рұқсат етілген нәрсе екендігі туралы тақырып айтқан болатынбыз. Ол туралы аяттар, хадистер келтірілді. Әхлі сүнна уәл жамааның ұстанымы бойынша жәннат иелері жәннатқа кірген кезде Аллах тағаланың дидарын көретіндігі. Бірақ ешқандай кейіпсіз немесе басқа да жаратылыстарға ұқсатусыз. Біз ол нәрсені хадистен, аяттан көрдік. Тек Аллахтың дидарын көретіндігімізге иман еттік, соған сендік болды. Ары қарай талқылау ол бізге тән емес. Бүгінгі талқылайтын мәселелеріміз тек бір емес, бірнеше тақырып болайын деп тұр, өйткені қысқа тақырыптар. Ру'ятуллах фил манам. Бірінші тақырып адамның түсте Раббысын көруі, түсінде Раббысын көруі. Жалпы түс деген нәрсе бар ғой, түс деген Аллахтан болатын рахмат түс болады. Рахмани түс деп айтамыз. Одан кейін нәфсани түс болады, адамның өзінің нәпсі қалауынан, көңілінен шығатын түстер. Одан кейін шайтани түстер болады. Шайтанның салатын жаман нәрселер. Қалай болғанда да түстің қай-қайсысы болса да, Ханафи мазхабында ол дәлелдер қатарына алынбайды. Дәлелдер қатарына алынбайды. Сол үшін біздер түс көрген адамға тек бірден айтатынбыз, түс көрілсе, оны негізгі өзінің маманы, түс жору білетін нақты маманына алып бару керек. Немесе ондай адам табылмаса, адамның өзі оны жақсылыққа жорып қоя қою керек. Бір қорқынышты бір түс көрсе, одан қорқып өмірін өзгертіп жүруге қажет жоқ. Өйткені Алла тағала бізге түс арқылы өмір сүруді бұйырған жоқ. Аллах бізге өңімізде қаншама бұйрықтар беріп қойған. Сол бұйрықтарға мән беру керек, осы жеткілікті. Енді түсте әртүрлі нәрсе көреміз ғой, жаңа айтқанымыздай. Адам енді медициналық тұрғыда адам ұйықтар алдындағы 2 сағатта қандай бір нәрсені қатты уайымға түскен болса, сол нәрсені көреді деп айтады. Енді біздің дінімізде де сондай нәрселер бар. Жаңағы Расуллахты, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көргісі келген адамға ғалымдардың ұсынатын амалдары бар. Жатар алдын, ұйықтар алдында осындай сөздерді айту, осындай зікірлер айту деген сияқты мәселелерді айтады. Енді мына нәрсені айтуымыз керек. Бізде қоғамда, енді қазір бәлкім басылған шығар, осы соңғы 1-2 жылдықта пайғамбарды түсінде көру бір хитқа айналып кеткен тақырыптардың бірі еді. Адамдардың арасында бір танымалдыққа ие болып баратқан нәрсе. Оны жақсылап түсінуіміз керек. Расуллахты түсте көру ол сүйінші емес. Түсінікті ме? Ол сүйінші емес. Өйткені ол әртүрлі халдегі адамға түсте көрілуі мүмкін. Сондықтан біз бұл нәрсеге қатты өмірімізге бір не алып, әсерленіп қалып емес. Аллах тағаланың Құранында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бізге мына ұйқы емес, мына ояу өңімізде беріп қойған міндеттерін орындауымыз керек. Осымен біз Аллахтың алдына есепке тартылатынымызды ұмытпауымыз керек. Одан кейін енді түс мәселесінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсте көру ол ақиқат. Расуллахты түсте көре аламыз. Түсімізде пайғамбарымызды көрген болсақ, егер оны пайғамбар екенін қалай білесіз? Ол үшін пайғамбарыңызды жақсы тану керек болады. Түсіңізде мен пайғамбармын деп келген кезде пайғамбарымыздың сипаттарына барлығына сай болу керек, сонда айта аласыз. Ал егер жаңағыдай аппақ нұр болып, бірақ
мысалы пайғамбармын деп аппақ нұр болып келіп басқа бір нәрселерді айтып, или атаң болып келеді, басқа болып келеді, ол сондай бір бейінге кірген, сондай бір образбен келген жын шайтан да болуы мүмкін. Оны дұрыс па бұрыс па ажыратып білу үшін түсіңе келіп тұрған заттың сипатын, болмысын жақсы таныған болуың керек. Ендігі мәселе ру'ятуллах фил манам. Расуллахты көрдік енді. Ал Аллахты адам Раббысын түсінде көре ала ма деген тақырыпқа келетін болсақ, ихталафал қаилуна би жауази ру'яти фил манами хал яджузу ам ла. Бұл тақырыпта сөз қозғаушылар Алла тағаланы, яғни Раббысын адам түсінде көруі рұқсат етілген бе, мүмкін бе, немесе мүмкін емес пе деген тақырыпта неше түрлі пікірде бар. Захаба таифату минхум иля аннаху мустахилун. Бір топ ғалымдар айтады, адам Раббысын түсінде көруі мүмкін емес дейді. Мустахилун деген мүмкіндіктердің қатарында жоқ. Мүмкін деген ол не? Болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Мүмкін деген сондай нәрсе ол. Ал мүмкін емес деген нәрсе ол жерде болуы ықтимал деген нәрсе сөз қозғалынбайды. Алайда олардың айтатын не? Лианнама юра фил манами хаялуна масалун дейді. Өйткені адамның түсінде көретін нәрсесі ол қиял дейді. Қиялдар дейді. Адамның ойынан шыққан нәрселер дейді. Сондықтан вакилахума алал қадими мухалун. Бұл адамның ойынан шыққан қиялдар, бір ұқсатулар, бір нәрсеге ұқсас бір зат түстерді көру, бұл бастауы болмаған Раббымызға бұл нәрсені жасау мүмкін емес дейді. Раббымыздың бұндай нәрседе адамның түсіне кіруі мүмкін емес. Яғни адамның түсіндегі қиялымен Раббысын көру мүмкін емес деп жатыр ғой. وجوز ذلك بعضهم من غير كيفية وجهة ومقابلة وخيال ومثال. Ал екінші топ айтады, олар адам Раббысын түсінде көруі мүмкін дейді. Бірақ қалай? Мин ғайри кайфиятин, ешбір кайфият, кейіпсіз, тарапсыз, ұқсатусыз, қиялсыз, былайша айтқанда, ешбір жаратылыста болатын нәрселерсіз дейді. Осылай адам түсінде Раббысын көре алуы мүмкін. Бұған олар бұл әуелгі сәләф салихтардың бірнешеу көпшілігінен риуаяттар келтіреді. Олар түстерінде мен түсімде Раббымды көрдім деп айтқан риуаяттарын көрсетеді. Ол риуаяттар айтылған, мен сіздерге оқымай қойын, сіздер жалпы біліңіздер. Адам Раббысын түсінде көріп көрме мәселесінде ғалымдардың арасында бұл ихтилафты мәселе екен. Және сіз бұның бір тарапын ұстанып, екінші тарапын жоққа шығарып тастамаңыз. Екі жақтың да өзіне дәлелі бар. Бұлар дәлелсіз сөйлемейді, біз сияқты емес бұлар. Сол үшін бұл тақырыпқа мен ұзақ тоқталмаймын. Және бұл нәрсе біздің бір ойбай жәннатпен сүйіншілініп кетеді дейтіндер де бір нәрселер емес. Былайша айтқанда, түспен үкім шығармағаннан кейін, бұл бізге дәлел болмағаннан кейін, біз бұл затқа қатты тоқталмаймыз. Тек білетініміз не? Бұндай тақырыптың бар екенін біле жүріңіз. Және осындай әртүрлі пікірлер келген кезде, ой жоқ деп бар нәрсені жоққа шығара бермеңіз. Тек сізбен біз білмейтін нәрселер бар. Сондай бір мәселелер, тақырыптар бар талқыланған. Соны өзіңіздің білмейтіндігіңізді мойындап, өткізіп жіберсеңіз жеткілікті. Келесі әл-қаулу фил ирада. Аллах тағаланың қалауы, ирада. Аллах тағаланың қалаушы екендік мәселесі. ذهب أهل الحق إلى أن الله تعالى مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته. أهل الحق يعني أهل السنة والجماعة біздердің ұстанымыз бұлай. أن الله تعالى مريد. Аллах тағала ол қалаушы. Аллах тағала қалаушы деген сипаты бар. Аллахтың қалауы қандай? Жаратылмаған. Аллах тағаланың өзі қалай жаратылмаған, әуелден бар болған болса, Аллахтың қалауы да сондай. وهي صفة. Ол Аллах тағаланың бір сипаттарынан болған бір сипат дейді. Түсінікті ме? Сипаттарынан болған сипат. Бірақ қандай сипат? Тақтады тақсисал мафуулати би вajhin дуна вajhin. Болатын нәрселердің ішінен бір нәрсені ерекшелеп таңдалуын қажет ететін нәрсе. Қалау деген сол. Бірнеше заттың ішінен белгілі бір уақытта немесе белгілі бір себепке байланысты біреуінің ғана таңдалуын ол не деп аталады? Қалау деп аталады. Аллахтың қалауы
ол Аллахта бар болған сипат, Аллахтың сипаттары кемшіліксіз, ол жаратылмаған, оның соңы жоқ деп есептейміз. Біздің әхлі сүнна уәл жамааның Аллахтың қалаушы деген сипатын біз осылай түсінеміз. Имам Абу Ханифа рахимахулла фиқхул акбарда Аллах тағаланың зәти және фиали сипаттарын сипаттап жатқан кезде, сол жерде бізге Аллахтың сипаттарының ішінде ирада деп Аллах тағаланың қалаушы сипаты бар екендігін көрсетеді. Бұл тақырыпты сіз өте жеңіл түсініп жатсыз, өйткені Аллахтың қалаушы деген сипаты бар екендігін. Бірақ сондай бір адасқан топтар болды, фәләсифа, философтар, батинилер, наджарилер, муътазила, осы секілді адасқан топтар шықты. Олар Аллахтың қалаушы деген сипатын жоққа шығарды, немесе басқаша түсінді, немесе Аллахтың қалаушы деген сипаты ол кейіннен жаратылған сипат, ол әуелде болмаған еді деген секілді әртүрлі дұрыс емес пікірлерді ұстанды. Сол үшін ақидамызда Аллахтың қалаушы деген сипатының дұрыс жолын көрсету үшін тақырып пайда болған ғой. Біздің арамызда қазір Аллахтың қалау турасында мәселеде қатты бір түсініксіз болатын проблема жоқ. Тек біздің қоғамда қазір мынандай бір нәрсе туындап келе жатыр тақырып. Алла бәрін қалайды, жақсылықты да жамандықты да Аллах қалау деген мәселеде кішкене бізде халықтың арасында мәселелер талқыланып келе жатыр. Бұның да жауабы бар. Бұл бүгінгі шыққан адамдар емес қой, бұл тақырып әуелден қозғалып қойған ғой. Бұның жауаптары кітапта бар. Бұйырса өз уақытымен келгенде айтамыз. Жаңағы біз тағдырымызды айтпаймыз ба? Жақсылықта жамандықта бәрі Аллахтан болады. Алланың қалағаны болады. Алланың қалауынан тыс басқа еш нәрсе болмайды деген мәселелерде ғой жаңағы діннің дұшпандары немесе сондай бір жаулар осы жерде бізге жаңағы әртүрлі алып қашпа сөздерін айтып бізді тығырыққа тірегісі келеді. Бірақ оның жауабы болған. Бұндай адасқандар бүгін шыққан жоқ, ол баяғыдан бар нәрсе, тек уақыты өзгерген сайын әртүрлі адамдар өзгеріп жатыр, бірақ сол сценарий баяғыдан бар нәрселер бар. Худжатуна фи залика қаулуху та'ала. Қаулуху та'ала. Худжатуна фи залика қаулуху та'ала. Аллах тағаланың қалаушы екендігіне біздің дәлеліміз ол Аллах тағаланың мына бір аяты. Аллах тағала Али Имран сүресінде былай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аллаху яфалу ма яша. Аллах тағала яфалу ол жасайды, ма нәрсені, яшау өзінің қалаған нәрсесін жасайды дейді. Аллах тағала өзінің қалаған нәрсесін жасайды. Екінші аятта Маида сүресінде Аллах тағала айтты: Инналлаха яхкуму ма юриді. Аллах тағала шындығында Аллах тағала яхкуму үкім береді, ма юриду өзінің қалаған нәрсесінде үкім береді дейді. Аллах тағала өзінің қалаған нәрсесінде үкім береді, Аллах тағала өзінің қалаған нәрсесін жасайды. Қараңыз, Аллахқа шүкір, біздер мұсылманбыз да. Біздер мұсылман болғанымыздан кейін біз осы Аллахтың қалау мәселесінде біз оны Алламен таласпаймыз да бірден түсіне қоямыз. Аллахтың қалауы болатындығын, Аллах қалаған жасайтындығын түсінеміз. Құдайды жоққа шығарушылар немесе Құдайға өтірік сенгендей болып, сол сенім жүйесінен қателікті іздеушілер осындай сіздің жеңіл әрі оңай керемет түсінген тақырыптарыңызды олар бір ауыр сияқты қылып көрсетеді. Ауыр секілді қылып көрсетеді. Алла сонда қалай өзінің қалаған жасай береді? Мен не өзім қаламайын ба? Менің қалауым жоқ па деп та. Әлбетте біз айтамыз, Аллах қалайды. Аллах қалайды. Сенің де қалауың бар. Сенің де қалауың бар. Біз айналдырып алып келеміз де қайтадан не істейміз? Сенің қалауың Аллахтың қалауына байланысты деп айтамыз. Қалай болғанда да біз Құдайдың құдіретінен тыс қалмаймыз. Аллахтың құдіретін көрсеткіміз келеді. Бұл нәрседен біз не? Робот біз деп жатқан жоқпыз. Аллахтың қалауынан шыға алмай қалып, сен бір программасы ішіне кіргізіліп қойған робот сияқты, ондай болатын болса, есеп қисаптың, азаппен жаңағы жәннаттың, сыйдың, сауаптың не қажеті бар еді? Бұл да әуелде бұлай түсінген адамдар болған ғой. Алланың қалауы болады, сонда адамда жоқ па не? Сонда біз робот сияқтымыз ба деп түсінгендер болған. Қазір әлеуметтік желіде түрлі бәлені естіп жатсыздар ғой, діни тұрғыдан да.
олар бүгін шыққан нәрселер емес еді негізі. Тек қазір басқаша атаулармен шығып жатыр да, бірақ ол мына негізгі біздің кәлам кітаптарында тура сондай пікірді ұстанған адамдар болған екен ғой баяғыда. Сол жын шайтанның сол идеясы, сол қиялдар жалғаса береді да. Аллах тағала Құран аятында айтады, Зумар сүресінде: "Ин арадани Аллаху бидуррин хал хунна кашифату дуррих" дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр Аллах тағала. Егер олардың ортақ қосқан нәрселері, ин арадани Аллаху, егер Аллах тағала маған қаласа дейді да, оларға айт дейді, егер Аллах тағала маған қаласа, нені? Бидуррин, бір зиянды қаласа. Аллах бір зиянды қаласа. Хал хунна кашифату дуррих, ана ортақ қосқандар, олардың Құдай деп жүргендері, сол Аллах тағаланың маған қалап тұрған зиянын қайтаруға тосқауыл бола ала ма екен дейді да. Аллахтың берейін деп тұрған зиянын олар қайтара ала ма екен? Ау немесе арадани бирахматин, Аллах маған бір мейірім төккісі келіп тұрса, маған Аллах бір мейірімін белгісі беруді қаласа, хал хунна мумсикату рахмати, ана олардың Құдай деп көргендері, сол Аллахтың маған берейін деп тұрған мейірімін қайтара ала ма екен? Олар оны тосып маған бергізбей қоя ала ма екен деген мәселені айтып жатыр да. Аяттың жалғасында не? Ол Алла тағала естуші, көруші, ол Алла қалағанын жасайды. Басқа аятта не дейді Аллах тағала? Аллах тағала өзінің жасаған нәрсесінен сұраққа алынбайды, сендер сұраласыңдар дейді. Сендер сұраласыңдар. Оны неге түсіндіріп жатыр? Мына бұл тақырыптарды түсінген кезде біз мына нәрсені тек бұл тақырыптың аясында емес, біз жан-жақты қамтуымыз керек. Жан-жақты қамтуымыз керек. Мысалға, сендер сұралмайсыз, Аллах тағала жасағаннан сұралмайды, сендер сұраласың дегенде, адамдар тек бұл жерде емес, басқа да Аллах тағаланың таныстыру, Аллахтың басқа да сипаттарын қарауымыз керек. Сонда біз бір тақырыпты толықтап, ашықтап түсінген боламыз да. Оны қалай түсінеміз? Бүткіл нәрсе Аллахтікі. Барлық зат Алланыкі. Алла оны жаратты, жоқтан бар қылды. Ол Аллах тағала жаратып тұрған нәрсесіне кімге есеп береді? Ешкімге есеп бермейді. Бәріміз Аллахтікіміз. Бәріміз Аллахтікіміз. Біз керісінше бізге берілген нәрседен осы заттың иесіне жауап береміз. Ол иесі кім? Раббымыз Аллах тағала. Барлық нәрсенің иесі ол Алла. Біздің санамызда не? Сіз айтасыз ғой, самазнаю деп ше? Жаңағы сама деп, қыздар айтады екен ғой, самазнаю деп. Андайға кетіп қаптым ғой. Бір адам айтады ғой, мысалы, өзінің мүлкінде мен өзім білем деп та, қалағанымды жасай аламын мен деп та. Сенің мүлкің ғой өйткені. Саған біреуге барласса, басты қатырма дейсің ғой, өзім білем дейсің ғой. Ол өйткені не? Сенің иелігіңдегі нәрсе. Сен ешкімге жауап беруге міндетті емессің. Солай ма? Барлық нәрсе Аллахтікі болғаннан кейін Алланы кім сұраққа тарта алады? Өйткені ол Раббымыз жаратылмаған. Ол Раббымыз барлық нәрсені жаратқан. Раббымыздан құдіретті ешқандай нәрсе жоқ деп осылай жан-жақты байланыстырып түсіну керек. Сондықтан біздер Раббымызды қалаушы дедік. Аллах тағала қалайды, сол қалаған нәрсесі болады. Аллах тағала бір нәрсенің болмауын қаласа, ол болмайды дейді ғой. Аллах тағаланың қалағаны бір заттың болуын қаласа, ол болмай қалу мүмкін емес дейді. Түсіндіре алды ма? Аллах тағала бір заттың болуын қаласа, ол болады солай. Осы негізі Аллахтың қалауы деген тақырып бар ғой. Біздің иманымызды күшейтетін тақырыптардың біреуі да. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис бар емес пе, білесіздер ме? Лау ижтамаатил инсу вал джинну. Егер адамдар мен, күллі жындар жиналып, аля ан янфаука бишайин, саған бір пайда беруге дейді да. Бүткіл адамдар мен жындар саған бір пайда беруге жиналса дейді. Лам янфаука бишайин илля қад катабаху Аллаху лак дейді. Олар саған Аллахтың жазғанынан артық ешқандай пайда бере алмайды дейді. Түсінікті ме? Олар саған Аллахтың жазып қойған нәрсесінен артық ешқандай нәрсе бере алмайды. Тура осы секілді бүткіл адамдар мен жындар саған бір зиян беруге жиналса бір кісі, олар Аллахтың саған жазып қойған нәрсесінен артық зиян бере алмайды дейді. Бұл хадис Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұны кімге айтып еді, білесіздер ме?
Бұл хадис кімге айтылған еді? Бұл сөз қайдан шығып еді? Біз хадис деп себептерін ұмытып кетеміз ғой. Урудул хадис деген бар өзі. Сабабу нузул деген аяттардың түсу себебі болса, хадистердің де айтылу, жүзеге асу, орындалу, пайғамбарымыздың аузынан шығу, ісіне түсу себептері бар. Біз соларды көрген кезде қандай хадиске қалай амал етілетінін, қандай аятқа қалай амал етілетінін түсінетін боламыз. Мына хадис білесіз бе? Бала тәрбиесіне айтылған хадис еді бұл. Түсінікті ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жас сахабаға тәрбие ретінде айтқан сөз еді бұл. Былайша айтқанда, жас баланың фундаменті, ақидасын қалыптастыру үшін айтқан хадисі еді. Жас балаға. Яғни, өміріңе бекітіп ал деп жатыр да. Бұл сенің өмірің осымен болу керек. Қандай да бір нәрсе саған болса, жақсылық болса, ол Аллахтың саған жазғаны. Одан артық ешкім жасап бере алмайды. Түсінікті ме? Енді мысалға қараңыз. Бір адам бір жақсылыққа қол жеткізді. Оның жанына бауыры келеді де айтады: "Ей, маған айтпадың ба, мен мынаны көбірек алып беретін едім ғой" дейді. "Ой, қайдан білейін, сен білмедің ғой ондай екенін" дейді. Сөйтеді де қазір тұра тұр дейді. Барады да қолына алған жақсылықтан одан сайын көп қылып алып келеді. Солай ма? Енді адам айтуы мүмкін ғой: "Міне көрдің бе? Жаңа ол аз алып тұрады, ана бауыры келді де көбейтіп жіберді." Алланың қалағаны осылай болып тұр ғой. Түсіндіңіз ба? Ол осылайша Аллахтың қалауына түсіп тұр да. Болды, бұдан басқа не істейсің енді? Өйткені Аллахтың қалауынан қайда шығып кете алады. Бұл хадисті негізі көп ойлауымыз керек, және біздің ақидамыз ретінде бұны біз санамызға қатырып қойымыз керек. Енді бұл андай көз соқыр, не дейді, ақымақ батыр бола берудің хадисі емес бұл. Ақымақ болудың хадисі емес. Бұл әрбір жерде өзіңнің құралыңды қолдан, дұрыс еңбегіңді жаса, барлық ой, Алланың маған қалағаннан артық зиян болмайды деп бір жерге жаңағыдай дайындықсыз кіріп кетпе да. Дайындығыңды жасайсың, барлығын жасайсың, сосын барып кіресің да Аллаға тапсырасың. Ой, пайғамбарымыздың хадисі бар: "Бүткіл адамдар мен жындар саған зиян берем десе, Алланың бергеннен қалағаннан артық бере алмайды" деп кіріп кету, бәлкім Аллах тағала сол жерде сен қарусыз кіргендігің үшін таяқ жеуді нәсіп етіп тұрған шығар. Бәлкім қарумен кірсең таяқ жемейтін шығарсың. Соны да ойлау керек та. Алланың қалауын біле алмағаннан кейін не істеу керек болады бізге? Құдайдың бізге берген мүмкіндіктерін, себептерін қолдану керек болады. Каррамия, Муътазила деген адасқандар осы Аллахтың қалауы мәселесінде өздерінің пікірлерін айтады. Ол пікірлер дұрыс емес, сол үшін мен сіздерге оны айтпаймын. Сіздер оны дұрыс емес екен деп өтіп кете беріңіздер. Өзіміздікі дұрысы қандай? Аллах тағала муридун деп айтамыз ғой, мурид. Мурид деген не? Мурид, муршид деп айтатындар ғой софылардың, ондай емес. Муридун деген ол қалаушы деген да. Ирода деген сипаттан шығады. Ол Аллах тағала қалаушы. Ол Аллах тағаланың бір несі, жаратылмаған бір сипаты деп қабылдаймыз. Міне әхлул хақтың, әхлул сүннаның ұстанымы осы екен. Қалған мәселелерді естісеңіздер, жоқ менікі емес десеңіздер, өтіп кете беріңіздер. Келесі, әл-қаулу фи исбатир русул. Пайғамбарлықты бекіту. Пайғамбарлықтың бар болу мәселесі. Жалпы Аллах тағала өзіне пайғамбарлар, елшілер қолдануы ол қандай нәрсе деген тақырып қой. Қалай ойлайсыздар? Аллах тағала, Аллах құдіретті. Қалай ойлайсыз дегенде біз мұсылман ретінде жаман ойламаймыз ғой, әлбетте. Күмәніміз жоқ қой. Жаңағыдай адамдар, сенің құдайың құдіретті болса, бәріне күші жететін болса, ой, сондай болса, андай болса, мындай болса, пайғамбардың не қажеті бар, тікелей билесе алмай ма деп айтпай ма, я? Айтып жатыр, соны өзім құлағыммен естідім да, мен сосын айтып жатқанмын. Сондай айтылып жүрген сөздер ғой. Ол сондай құдіретті болса, неге пайғамбар жібереді ол? Бере салмай ма әрбір адамға? Мә деп Құранды бере салмай ма оларға? Әңгімені түсінбей тұр ғой олар. Құдайдың мейірімі, Алла тағала құлдарына берген мейірімі бар, әрбір пендесін дәрежемен сынайтындығы бар. Оған уровень жетпегеннен кейін андай сөздерге келіп жатыр. Ал жарайды, көрейік. Қала аммату ахлил хақ. Әхлі сүнна уал жамағаның күллісі бәрі айтады.
ирсалу русули миналлахи таала мумкинун яқтадихил ақл дейді. Міне қараңыз. Алла тағаладан пайғамбарлардың жіберілуі ол ақылдың керек ететін, ақыл қарсы шықпайтын мүмкін болған нәрселерден дейді. Негізі бұны ақыл қабыл ете алады екен. Түсіндіңіз бе? Алла тағаланың не жіберуін, пайғамбар жіберуін ақыл қарсы келмейді оған дейді. Ақыл оны құптайды. Вақала баъдухум, әхлі сүннаттың кейбір ғалымдар айтады: иннаху важибун би қадиятил хикма. Тіпті даналық жолымен, хикмет деп айтып жатырмыз ғой, даналық жолымен пайғамбарлардың, Аллах тарапынан пайғамбарлардың келуі бұл даналық, сол үшін де пайғамбарлардың келуі ол негізі міндетті нәрсе дейді. Өйткені пайғамбарлар келмесе сізбен бізге қиын болатын еді. Не тұрғысынан? Даналық тұрғысынан. Өйткені әрбір пенденің даналыққа жағдайы жетпейді. Ол дана деген сөз ол әулие құлдар болды. Ол итак, ол пайғамбар келсе де, ол әулие құлдар осы үмметте Аллахқа құл бола отырып өзінің деңгейін алғандар. Әулиелер кетті дейік. Сіз бен біздер не істейміз ал? Пайғамбар келмеген болса, хикмет иелері олар өзінің деңгейінде алатынын алса, сіздер бәріңіз әулие болып кетсеңіздер, мен не істеймін деген сияқты ғой. Мен қайтам, мен кімге барам? Маған кім үйретеді? Пайғамбар келмесе мен не қыламын? Сол үшін ақыл бұл нәрсені жоққа шығармайды. Аллахтан елшілердің келуі мүмкін нәрсе дейді. Мүмкін деген ол не деген сөз? Жаңа ғана айттым, ол заттың болуы да ықтимал, болмауы да ықтимал. Ал енді бізде ол көрдік, пайғамбардың келгенін дәлелдермен, хабарлармен сендік, демек болу деген жағына қарай біз дәлелмен иман еттік. Уахуджату ахлил хақ, біздердің дәлеліміз пайғамбардың келуі мүмкін деп айтып жатырмыз ғой біз. Ол мүмкін нәрсе, ол мүмкін емес деп айта алмайсың. Ол Құдайдың құдіретіне ойбай жаңа кемшілік болады дейтін тақырып емес бұл. Бұл нормальный нәрсе деп қабылдаймыз. Бұған дәлеліміз анна судурал амр ва нахи миналлахи таала ала ибадихи, Алла тағаладан өзінің құлдарына бұйрықтар мен тыйымдардың келуі, ва ихбарахум амма фихи салаху дарайхим мимма қасырат уқулухум мин ма'рифатихи ғайру мустахилин. Және де сол Аллах тағаланың адамдардың ақылы жетпейтін нәрселерде, сол адамдардың екі дүниеде де бақытқа жетуі үшін, адамдардың өздері тікелей түсіне алмайтын нәрселерден хабар беруі үшін пайғамбарларды қолданып оларға жіберуі бұл мүмкін нәрсе дейді. Түсінікті ме? Көрдіңіз бе? Мына сабақтың өзін түсіну қиын болып жатыр да. Пайғамбар келмесе дінді қалай түсінесің? Сабақтағы бір тақырыптың өзін бір отырып түсіне қоймайды. Пайғамбар келмесе Құранды қалай түсінесің? Сосын аннаху хикматун ва сауабун, пайғамбардың жіберілуі бұл Аллахтан бір даналық және бұл дұрыс қабылданған шешім. Фала ябғаду ан яхусса бa'ду ибадихи би'илми залика имма би'илхамин сахихин ау вахин сарихин. Алла тағала осы өзінің пенделерінің екі дүниеде де бақытқа жетулері үшін оларға өзінің жақсылықтары мен жамандықтарын арнайлап түсіндіру үшін өзінің пенделерінің ішінен бір немесе бірнешеуін таңдап оларға тікелей жүректеріне сол нәрсенің дұрыс бұрыстығын орнықтыру арқылы немесе бір періштенің уахйы арқылы білдіртіп сол пайғамбардың адамдарға хабар беруі ол мүмкін нәрсе. Неге? Өйткені жеке адамдардың оны қабылдауға ақылының кемшілігі болғанда. Осылайша Аллахтың таңдаған пенделері ол Алланың бұйрықтары жайында Алла тағаланың басқа да пенделеріне хабар береді дейді. Сөйтіп Алла тағала сол өзінің әмір бұйрықтарын, тыйымдарын хабар беруге арнайлап тағайындаған пендесі бар емес па, пайғамбары?
соның айтып жатқан сөзінің рас екендігін білдірту үшін Аллах сол өзінің пайғамбарына бір не береді дейді? Мұғжиза деген дәлел береді дейді. Не үшін? Ол Алладан бұйрық тыйым жеткізіп жатқандығына біз сену үшін. Әйтпесе кез келген адам тұруы мүмкін да айтуы мүмкін. Мен Алладан хабар әкелдім деп. Айтып жатқандар бар ғой, сондай ақымақтар ше. Мен пайғамбармын, мен пәленшемін, маған үйтіп айтты дейтіндер да. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам және басқа пайғамбарлар сол нәрсені айтқанда оларда не болды өздерінде? Мұғжиза болды. Енді адамдар айтқан жоқ па? Мысалы пайғамбарлар келді, біздің Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам Құранда қалай баяндайды? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам халыққа пайғамбар болып келді. Айтты, мен пайғамбармын деді. Мен осындай сендерді Алладан қорқуға, оған ғана құлшылық қылуға, оған серік қоспауға шақырамын деді. Сонда халық не деді? Ой, бұл жақсы болған екен деп бірден қабылдады ма? Жоқ, ішінде шығады ғой жаңағыдайлар. Сен кім едің? Сен неге үйттің? Сөзіңе қалай сенеміз? Қандай дәлелің бар? Қайдан келдің? Деген кезде пайғамбарымыз не айтты сонда? Оларға айды жарып көрсетті. Оларға жаңағы олардың бір алыстан хабарды жақындатып көрсетті. Бұның бәрі неден болып жатыр? Бұның бәрі мұғжиза деп аталады. Бұл не үшін екен? Пайғамбарлардың өздерінің айтып жатқан сөздері Алладан берілген хабар екендігін дәлелдеу үшін мұғжиза ғой. Түсінікті ме? Енді ана мысалға жолдан бір сізді бір сотрудник ұстап алса да, гражданский киіммен жүріп та, құжаттарын тексеріп, оған кез келген адамға құжат көрсетпейтін шығарсың. Айтуың керек қойған, сен кім едің деп та. Сосын ол жаңағы бірдемесін погонын көрсетер, айтыр, бірдемені көрсетеді. Ол нені білдіріп жатыр ол? Сол жердің адам екенін көрсетіп жатыр. Сөйтесің де оған жақсы дейсің де, ары әрекет қыласың. Оған тең келмейді, әлі сіздер түсінсін деп айтып жатқанмын ғой. Мұғжизаның не екенін айтамыз, сосын көресіздер. Содан біз енді Аллахтың пайғамбар жіберу мәселесіне мынандай бір баяндама ретінде бір мысал берейік. Алла тағала жәннат пен тозақты жаратты дейді. Жаратты ғой енді, жаратты. Мысал ретінде осыны алайық. Және сол жәннатта өзінің достары үшін, шынайы пенделері үшін Алла сауап дайындады, сыйлар дайындады. Және тозақта өзінің дұшпандары үшін азап дайындады дейді Алла тағала да. Осы жерден сұрақ қойып берейін. Егер пайғамбарлар келмесе, жәннат пен тозақтың бар екенін қалай білуге болады? Жауап бар ма? Пайғамбар келмесе, жәннат пен тозақтың бар екенін қалай білуге болады? Жарайды, бар екенін бірдеңе білсеңіз, ол жәннаттың жақсы амал жасағандарға сый, қуаныш екендігін, тозақтың азаптайтын жер екенін қалай білуге болады? Біз ойланып көрмеген болып тұрық қой, өйткені бізде не бар? Пайғамбар бар, бізге хабарлар келді, біз соған иман еттік қой. Біздің артықшылығымыз, мұсылмандығымыз осында ғой. Адамның сөзіне сене қоймайтын адам, көзін көрмеген бір адам пайғамбар екен, соған иман еттік те, сөйтіп соның айтқан сөздеріне иман етіп, сеніп жүріп қой, көрдіңіздер ме? Былай қарап тұрсаң, негізі адамға сенуің қиын негізі сенің да. Үйіңде қатын бала шағаңа сенбейсің, былайша айтқанда, бауырыңа сенбейсің. Бірден айтып тұрса, қойшы дейсің да, бірақ көзің көрмеген Расулаллахқа сенесің. Көрдіңіз бе? Оңға қаяқта сеніп жатсың, келген хабарға сеніп жатырмыз. Күшті бірақ бір жағынан да, дұрыс нәрсеге сеніп жатырмыз ғой. Бір анандай адамдарға да сену керек те енді. Мұсылман бауыры жайында әрқашан жақсы ойда болу керек. Мұсылманның хабарына әрқашан сену керек, күмән келтірмеу керек. Егер ол адам, мұсылман бауыры, алаяқ деген сипатпен танылып кетпесе, алаяқ деген танылып кетсе, онда қатты оны қабылдаудың қажеті жоқ. Сосын айтады, ал енді адамның өз ақылымен жәннат пен тозақтың бар екендігін білу, немесе жәннаттың сый, тозақтың азап екендігін білу мүмкін емес дейді. Адам оны біле алмайды дейді. Дәл осылай Алла тағала осы дүниеде біздерге зиянды және пайдалы нәрселерді жаратып қойды. ولم يودع في الحس والعقل الوقوف على التفرقة بين الضار والنافع والغذاء والسم والدواء. Және Алла тағала біздің өзімізге, сезім мүшелерімізге оны анықтап алыңдар деп қалдырып қойған жоқ.
Егер солай болса делік, мысалға, Аллах тағала бізге қай заттың жақсы жаман екендігін айтпай, қай заттың біздер үшін азық екендігін, біздің азығымыз емес жануардың азығы екендігін баяндап айтпай қалдырып қойғанда не болар еді? Адамдар тәжірибеден өткіземін деп жүрген кезде қаншама адам у-ішіп қырылатын еді, өз-өзіне зиян келтіретін еді. Солай ма? Кім өзін подопытный кролик ретінде өлтіріп жібергісі келеді? Кім қалайды оны? Сіз отырып айта беруіңіз мүмкін ғой, жарайды, басындағы біреу ішеді, өледі, демек келесі адам ішпейді оны деп та. Сол сен болып қалсаң не істейсің? Демек болмайды да, ол ақылмен оны біле алмайсың. Сен де артыңдағы бір адамға тәжірибе болып кетуің мүмкін ғой, мысалы қарап тұрсаң. Аллах тағала бізге олай қалдырған жоқ. Сол осы дүниеде кейбір заттардың бізге зиян, пайда, мынау біздің азығымыз, мынау адамның азығы, мынау малдың азығы. Мынаны негізі малда жемейді, бұны адамда жемейді. Мынаны малда ішпейді, бұны адамда ішпейді деп бәрін көрсеткен ғой бізге. Солай ма? Біз енді не істеуіміз керек? Соған иман етіп, болды деуіміз керек қой. Болды, я Раббым, сенің айтқаның болады, саған иман еттік деуіміз керек. Оны қалай білдік біз? Пайғамбар жіберді ғой, сол пайғамбар арқылы көрсетті ғой. Міне, бұның бәрі не бұл? Бұл не Раббымыздан? Бұл Аллахтың бізге мейірімі, Аллахтың бізге берген хикметі. Бұл хикметті сізбен біз секілді ақымақтар сезбейді, айтпайынша бізге. Бұны білім иелері, ақыл иелері сізбен біз сияқты адамдар бір-біріне айтпаса да олар өздері сезетін еді соны. Сол үшін Аллах тағала бұндай нәрселерді тек ақыл иелері, білім иелері біледі деді. Сөйтіп басқа аяттарда бізге соларға нұсқау жіберді. Барыңдар, солардан сұраңдар деп айтты да бізге. Біз мына пайғамбарлардың жіберілуі, мына жердегі өмір сүрудің, осы системаның шариғат тарапынан құрылуының мақсаты не екендігін енді түсініп келе жатқандаймыз. Сол үшін біз ылғи айтамыз. Аллах бізге бір нәрсені бұйырса, біліңіз, ол міндетті түрде біз үшін жақсылық. Аллах бір нәрсені бізге тыйым салса, біліңіз, міндетті түрде оның зияны бар бізге. Аллах тағаланың тыйым салған нәрселерінде пайдалы нәрсе жоқ. Ол бізге солай пайдалы секілді болып көрінуі мүмкін. Немесе Аллахтың бізге бұйырған нәрселерінен бізге зиянды сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ бізді жаратқан Аллах бізді өзімізден жақсы білгеннен кейін, бізді құрастырған Аллах болғаннан кейін, біздің қандай маймен жүретіндігімізді, қандай бензин құятындығымызды бәрін бізден жақсы білгеннен кейін, Аллах тағала бізге қалай айтса солай жүру керек. Сонда біз өзімізді аман алып қалады екенбіз. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ деді. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтты, біз сені әлемдерге дейді, аламин деп, әлемдерге дейді. Әлемдер деген кімдер олар? Кімдер деп, қай жерлер ол әлемдер деген? Біз білетін енді адамдар, адамдар. Баяғы физикадан оқыған бір галактика бірдемелер, планеталар бірдемелерді айтайықшы. Болуы мүмкін ба, мүмкін емес пе? Өйткені біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны таныған кезде біз қалай танимыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біздің көргенімізді ғана көріп қоятын бе? Не айырмашылығы бар еді пайғамбарымыздың көруінде? Пайғамбарымыздың өзінің сөзі бар. Мен сендердің көрмейтіндеріңді көремін дейді. Түсінікті ме? О, не екен маңызды емес, болды. Зато сен көрмейсің, Расулаллах көреді. Болды ма? Не көріп атқан маңызды емес. Бірақ сен білдің, сен көрмейтін нәрсені ол кісі көргендігін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның есту қабілеті де сондай болған. Біз естімейтін нәрсені Расулаллах естіді. Түсінікті ме? Сол сияқты нәрсе. Рахматан лил аламин. Расулаллах әлемдердің барлығына мейірім болып жіберілді. Осыдан көрдік, біздің Расулуллах және басқа да пайғамбарлардың пайғамбар болып келуі, ол не екен? Рахмет. Аллахтан бізге мейірім екен, пенделеріне деген. Бір шарт, сумма шарту фихи ан якуна закаран. Бір шарты бар,
біздің әхлі сүнна матуридиялардың шарты, пайғамбар келуін айттық қой, жақсы нәрсе екен, мейірім екен, даналық екен. Соған шарт қоямыз. Біздің түсінігімізде, қабылдауымызда пайғамбар тек ер адамнан болуы керек. Пайғамбарлар тек ер адамнан болуы керек. Сіздің білетін Құранда ататылған 25 пайғамбар бар ғой, бәрі ер адамдар ма? Солай ғой, күмәндарыңыз жоқ қой да? Басқа хадистерде 124 немесе 224 пайғамбар айтылады, нәби бар, расулы бар. Оның бәрі ер адамдар ма? Бәрі сондай ма? Деп қояды, оның бәрінің атын білмейсіз де, қаяқтан білесіз? Білмейсіз де, білмеймін деп айтсаңыз енді. Білетінін білеміз, білмейтінін білмейміз. Қатты кетіп қалмаңыздар. Неге десеңіз, бізде Құранда өзінің аяттары бар, оның дәлелдері бар. Мына жерде бір сөз айтайын. Лианнар рисалата тақтадил иштихара биддауати. Өйткені пайғамбарлық деген нәрсе, ол насихат айтатын кезде адамдардың алдына жария, анық шығуды керек ететін нәрсе дейді. Түсінікті ме? Ол жасырынуды қаламайды. Уал унусату туджибу сатра. Ал әйелдің сипаты ол жабылуды қажет етеді дейді. Ол насихатта толықтай бара алмай қалатындығына. Бұл бір мәселе, Құранның аяттары екінші. Әшарияларда, оларда әйелден пайғамбар болуды қабылдайды. Өздерінің ұстанымдары бар. Ол қабылдағанда біз бұны білім ретінде бетіп алып қана қояйық та, пайғамбардан кейін пайғамбар келмейтіні анық қой. Бір пайғамбар келіп қоятындай қылып таласпаңыздар да. Тек біліңіз, болды, осы жетеді. Біз қорытынды ретінде айтамыз, пайғамбарлардың келуі Аллахтың хикметі, рахметі, және пайғамбарлар тек ер адамдардан болады. Ол пайғамбарлар өзінің пайғамбар екенін муажизамен дәлелдейді. Мұғжиза дегеніміз ол жаратылыс атаулының дәл сол нәрсенің ұқсасын алып келуге ешқашан шамасы жетпейтін нәрсе. Мұғжиза деген сол. Ана пайғамбарлардың аса таяқтары неге айналып кетіп еді ғой жаңағы? Жыланға айналып кететін ше? Соны адам жасай алатын бе? Жасай алмайтын болып тұр ғой енді соны. Жасай алмағандық үшін де соны жасаған адам пайғамбар. Алла тауфиқ берсін. Алла разы болсын. Аллах тағала дінге қызмет еткен барша ғалымдарға, ұстаздарымызға Аллах баршасына разы болсын. Алла олардың еңбектерін қабыл етсін. Аллах тағала дін жолында жүрген бауыр ағаларымызға күш қуат берсін. Хайырлы білім нәсіп етсін баршамызға. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайка. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин.